Мұны кім жазғанын білмеймін, бірақ білерім, бұған мүлде қосып аларым жоқ. Бір күні баласы әкесінен сұрайды екен: сіздер технологиясыз, ғаламторсыз, телевизорсыз, компьютерсіз, ұялы телефонсыз бұрын қалай өмір сүрдіңіздер? Әкесі жауап беріпті: сендер қазір дұғасыз жүріп, мейірімсіз, ұятсыз, ұстанымсыз, сыйластықсыз, кітапсыз қалайша өмір сүріп жатсаңдар, біз де солай тұрдық. Біздер 45-85 жылдар арасында өмір сүргендерді ниеттеріне қарай Алла қолдады. Далада, көшеде ойнағанда, велосипед тепкенде біз ешқашан қорғаныш қалпағын кимедік. Мектепке жеке өзіміз барудан қорықпадық. Сабақ біткеннен кеш қарайғанша алаңсыз далада ойнай беруші едік. Біз бір-бірімізбен жанашыр дос болдық. Қолдағы барды бөлісе білдік. Біз еш уақытта жарты күн деп телевизор алдында отырмадық. Біздің достығымыз ғаламтордағы достықта емес, шынайы достық болған. Біз суды ашық су құбырынан ішсек те жиі ауырмайтынбыз. Біз қанша нан мен картопты көп жесек те ешқашан артық салмақ жинамадық. Алып бер деп ата-анамызды қинамай, өзімізге керек ойыншықтарды өзіміз жасап алатынбыз. Кезекке тұрып, кітап сатып алып, оны бірімізден біріміз алып таласа оқушы едік. Біздің ата-анамыз бай болған жоқ, бірақ бізге өз махаббаттарын бере білді. Олар бізді адамдық құндылықтарды, қолда барды бағалауға үйретті. Адалдық, тазалық, құрмет, еңбексүйгіштік, қамқорлық туралы мысалдар мен әңгімелерді жиі айтатын. Бізде ешқашан ұялы телефон, DVD, PlayStation, түрлі ғаламторлық ойындар болған емес. Бірақ бізде нағыз достар болды. Біз бір-біріміздің үйімізге шақырусыз-ақ бара беретінбіз. Біздің бар естеліктеріміз ақ-қара фотосуреттерде сақталды. Бірақ олар көзге қанық, ыстық көрінетін еді. Біз жанұялық фотоальбомның бет-бетін ретімен ақтарып қарайтынбыз. Ондағы адамдарды құрметпен еске алатынбыз. Біз оларды қоқысқа лақтырмадық. Біз сендер сияқты өз өмірімізді Инстаграмға өзгенің талқысына салмайтынбыз. Өзгенің тағдырын талқыламайтынбыз. Біз таңғажайып және өз ата-аналарын тыңдаған, оларды түсінген, өз балаларын тыңдайтын, сендерден ақылды болсақ та сендерге көмектесетін соңғы ұрпақпыз. Біз шектеулі шығарылымбыз. Бізге таңдануға болады. Сондықтан да бізден үйреніңдер. Бізді бар кезімізде бағалаңдар.